Құрметті қазақстандықтар, құрметті достар, әсіресе Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында құрметті жерлестер, кейбір адамдар пайда болған екен. Ұялы телефондарыңызға хабарласып, ата әжелер, аға жеңгелер, сақ болыңыздар. Банктенбіз деп хабарласады екен де, құжатыңызды жіберіңіз, немесе сізге бір SMS келеді, соны бізге жіберіңіз. Сіздің жаңағы банковский счетыңызды бұзайын деп жатыр, біреулер кредит алайын деп жатыр деп жалған өтірік жаңағы бір алаяқтар пайда болған екен. Солардан сақ болыңыздар. Әсіресе және полициядан біз деп хабарласады екен. Ұлыңыз, қызыңыз бізде отыр. Жаңағы бірдеңе бұзды, бірдеңе қиратты, немесе тағы деп өтірік алдап, тәртіп бұзды деп сіздер осы Каспий Голдқа ақша жіберіңіздер. Сосын біз жаңағы балдарыңызды жібереміз деген сияқты өтірік бір жалған ақпараттар, жалған сіздерге қоңырау шалады екен. Сондайлардан сақ болыңыздар, ешкімге сенбеңіздер. Тек бір танитын адамдармен хабарласып жүріңіздер әзірге. Өйткені неше түрлі бір адамдар пайда болып жатыр деп жатыр. Орыс тілінде сөйлесетіндер бар, қазақ тілінде сөйлесетіндер бар. Банкте отырмыз деп айналасына кәдімгідей интершум қосып қояды. Кәдімгі адамдар шулап атады, банктың іші секілді, немесе бір полицияның іші секілді кәдімгідей атмосфера создавать етіп, неше түрлі жаңағыдай қоңырау шалып, алданып қалып жатырған жандар бар екен. Сақ болыңық, сақ болар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті жерлестер, құрметті бауырлар. Нашарлықпен алып жатқан жоқ. Жас қыздарды алады, сол себепті де мен осы құбылыс ретінде болған жаным мен тәніммен қарсымын. Бірақ мен қарсы болды екен деп, сіз қарсы болды екен деп, заңда тыйым бар екен деп тоқтап жатқан адам жоқ. Сондықтан бұны заңдастыру керек деп есептеймін өз басым. Сіз тоқалдықты заңдастыру қажет деп есептейсіз? Заңмен реттеу қажет. Қалай? Енді оны әуелі қоғамның талқысына салу керек. Ар жағында заңгерлер біздер оның жаңа механизмін, жүйесін шығарамыз ғой, келтіреміз ғой. Яғни сіздің айтпағыңыз заң бойынша екінші әйел алуға рұқсат ету керек. Дұрыс түсіндім бе? Дұрыс түсіндіңіз. Я болмаса, енді қараңызшы, заңда құқықтық нигилизм деген нәрсе бар. Правовой нигилизм деген нәрсе ол заңның қолжаулыққа айналуы дегенді білдіреді. Енді бізде заңда осы тыйымды ешбір адам Қазақстанда сақтап жатқан жоқ. Енді заңның осы тыйым нормасы қолжаулық болмаған несі қалды? Айтыңызшы маған. Мына жерде тек қана қаймақтар отыр. Тұрсынбек Қабатов акасы жүргізуші болады мынау проекттің. Мен қазір тек соны біліп алдым. Тұрсынбек, hello. Бәрі жақсы ма? Шүкір.